Құтқарылу мейрамының қарсаңы еді. Иса өзінің бұл дүниеден кетіп, әкесіне баратын күнінің жақындап қалғанын білді. Бұл дүниедегі өз адамдарын өте жақсы көргендіктен, Иса оларға деген сүйіспеншілігін ақырына дейін ісімен де толық көрсетті. Иса шәкірттерімен бірге кешкі асқа отырды. Бұған дейін Әзәзіл шайтан Шимон Искариоттың ұлы Яхуданың жүрегіне Исаға опасыздық жасау ойын ұялатып қойған еді. Бірақ Иса әкесінің бүкіл билікті өз қолына беріп қойғанын, сондай-ақ өзінің Құдайдан келіп, оған тағы қайтып баратынын да білді. Содан Иса дастархан басынан тұрып, сырт киімін шешті де, беліне алжапқыш байлады. Бұдан кейін ол шылапшынға су құйып, шәкірттерінің аяқтарын жуып, беліне байлаған алжапқышпен құрғатып сүрте бастады. Иса Шимон Петрдің қасына келгенде ол: «Ием, сіз аяғымды жуайын деп жатырсыз ба?» деп сұрады. Иса оған: «Не істеп тұрғанымды сен қазір емес, кейінірек түсінесің», деді. Петр: «Мен сізге аяғымды еш уақытта жуғызбаймын», деп қарсылық білдірді. Иса: «Егер сені жумасам, онда менімен тығыз қатынаста бола алмайсың», деп жауап берді. Сонда Шимон Петр: «Ием, олай болса аяғымды ғана емес, қолым мен басымды да жуыңыз», деп өтінді. Иса астарлап: «Шомылған кісі тап-таза, оның аяғын ғана жуу керек. Сендер де тазасыңдар, бірақ бәрің емес», деді. Ол өзіне кімнің опасыздық жасайтынын білді. Сондықтан, бірақ бәрің емес деп қосты. Шәкірттерінің аяғын жуып, сырт киімін киіп, орында отырғаннан кейін Иса: «Сендерге не істегенімді түсінесіңдер ме?» деген сұрақ қойды. «Маған ұстаз, ием дейсіңдер. Осылай атағандарың дұрыс, себебі мен солмын. Ал егер мен иелерің және ұстаздарың бола тұра, аяқтарыңды жусам, сендер де бір-біріңе сондай қызмет көрсетуге тиіссіңдер. Сендерге өте маңызды шындықты айтып тұрмын. Қызметшінің жолы қожайынынан үлкен емес. Елшінің жолы да өзін жібергендікінен үлкен емес. Мен сендерге қалай қызмет етсем, сендер де солай етсін деп үлгі көрсеттім. Мұны біліп, осылай іс-әрекет етсеңдер, бақытты боласыңдар. Сендер тазасыңдар деген сөзді бәрің туралы айтып тұрған жоқпын. Қайсыларыңды таңдағанымды өзім білем. Бірақ киелі жазбадағы мына сөздің орындалуы тиіс. Дастархандас боп нанымды жеген кісі мені теуіп жіберу үшін маған қарсы көтерді өз өкшесін. Мен мұны осы сөз әлі орындалмас бұрын айтып тұрмын. Ол кейін орындалған соң, менің мәңгі бар болушы екеніме сендер сенсін деймін. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Кім мен жіберген адамды қабылдаса, соның мені қабылдағаны. Ал кім мені қабылдаса, оның мені жібергенді де қабылдағаны. Деді Иса. Осы сөзден кейін Иса іштей қатты толқып, салмақтап: «Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Араларыңдағы біреу маған опасыздық жасайды», деді. Шәкірттері Исаның кімді айтып тұрғанын ұқпай, бір-біріне аң-таң болып қарасты. Исаның жақсы көретін шәкірті дастархан басында оның қасында жантайып жатушы еді. Шимон Петр Исаның кімді айтқанын сұрап білші деп, жаңағы шәкіртке ымдап белгі берді. Анау Исаға бұрылып: «Мырза, сол адам кім?» деп сұрады. Иса: «Үзім нанды табақтаға тұздыққа батырып, кімге берсем, ол сол кісі», деді.
Содан кейін Иса қолындағы бір үзім нанды тұздыққа батырып алып, Шимон Искариоттың ұлы Яхудаға берді. Яхуда нанды алысымен әзәзіл шайтаны оның бойына еніп алды. Иса Яхудаға: Не істегің келсе, соны тезірек істе, деді. Отырғандардың ешқайсысы Исаның оған неге бұлай дегенін түсінген жоқ. Яхуда ортақ қаржы салатын әмиянды ұстайтындықтан кейбіреулері Иса мейрамға не керектің бәрін сатып ал, немесе мүсәпірлерге садақа бер деп оған тапсырма берген шығар деп ойлады. Ал Яхуда нанды жеп алған соң тез шығып кетті. Сыртта қараңғы түнеді. Яхуда шығып кеткеннен кейін Иса былай деді: Енді көктен келген мен ұлылыққа кенелемін. Өзім арқылы Құдайдың ұлылығы да көрінеді. Мен Құдайдың ұлылығын көрсеткенде, Құдай да менің ұлылығымды паш етеді. Бұл көп кешікпей орындалады. Балаларым, енді азақ уақыт қастарыңда болам. Кейін мені іздейсіңдер. Әлгі яхудилерге айтқан сөзімді қазір сендерге де айтамын. Мен баратын жерге сендер жете алмайсыңдар. Сендерге бір жаңа өсиет айтамын. Біріңді бірің жақсы көріңдер. Мен өздеріңді сүйгендей, сендер де бір-біріңді сүйіңдер. Менің шәкірттерім екендіктеріңді елдің бәрі өзара сүйіспеншіліктеріңнен білетін болады. Шимон Петр: Мырзам, сіз қайда бармақсыз? деп сұрағанда Иса: Мен баратын жерге сен қазір еріп бара алмайсың. Кейінірек соңымнан келесің, деді. Петр Мырза, сізге қазір неліктен еріп бара алмаймын? деп сұрады. Сіз үшін жанымды қиюға дайынмын. Иса оған былай жауап берді: Мен үшін жан қиямын дейсің бе? Саған шындығын айтайын. Осы түні әтеш шақырғанша сен менен 3 рет танасың.